Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? 6 сыныптың қазақ әдебиет сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Сайын Мұратбекұлының Жусан иісі хикаясы. Сабағымыздың мақсаты Жусан иісі хикаясының жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау. Олай болса, құрметті оқушылар, әдеттегідей ой қозғау әдісі бойынша суретке назар аударыңыздар. Жусан өсімдігі туралы не білесің? Хикая неге жусан иісі деп аталды? Олай болса, құрметті оқушы, суретке қарап, бір ой қозғап көрейік. Олай болса, қымбатты оқушы, Сайын Мұратбекұлы кім? 1936 жылы Алматы облысы Қапал ауданындағы Қоңыр ауылында туған. Көкорай, жабайы алма, жусан иісі, менің қарындасым, қылау, қалың қар, тағы да басқа повесть әңгімелердің авторы, қазақ жазушысы, қоғам қайраткері. 2007 жылы дүниеден өтті. Жусан иісі хикаясы. Ұлы Отан соғысы жылындағы ауыртпалықты суреттейтін шығарма да, балада кейіпкерде мол. Бірақ бұл туынды олардың ешқайсына да ұқсамайды. Көз алдыңнан қара жолдың шаңын аспанға шығара жарысып, бара жатқан балалардың соңынан аяғын сылтып басып, жете алмасын білгенде, әй, тоқтаңдаршы, бір қызық ертегі айтайын деп, соқпақ шетіне отыра кететін Аянның бейнесі кетпейді. Ғажайып қиялдарға беріліп, қызық ертегілерді ойдан шығарып, сонау майдандағы көкесін сағынған кезде, оның күрткесіне иіскеуі, күндіз ойнауға мұршасы келмей, түнде басқа баланың шанасымен сырғанақ тебуі тәрізді детальдық көріністер өзінің шынайылығымен жүрегіңді шымырлатып, Аянның әрбір қимылына зер салып, елжірейсің. Аян ертегіші. Оның өзі ақыл парасатына сай шағын әлемі бар. Рухани серігі қиялы. Әңгіме соңында Аян қаладағы балалар үйіне аттанады. Өзі кетсе де ауылдағы достарының көп нәрсе деген түсінігін өзгертіп, өшпес әсер қалдырды. Шынында да бұл күнде Аян қайда екен, тірі ме екен? Ондай бала тірі болуы тиіс. Ондай бала алдына нендей мұрат қойса да жетеді. Ал тірі болса, жусанды төбеге бір оралмауы қалай? Жусанның иісін сағынбауы мүмкін емес қой, деп түйіндеп, оқырманның өзіне сауал қойып, Аянның қалған өмірінің қалай сабақталатынын қиялдауға, көз алдыңа елестетуге меңзейді. Жусан иісі баланың майдандағы әкесінің тері күртесінің иісі. Жусан иісі туған даласының иісі. Олай болса, қымбатты оқушы, біз шағын бір талдау жасап көрейік. Авторы Сайын Мұратбеков. Атауы Жусан иісі. Жусан иісі хикаясының бет парағы 25 беттен тұратын бұл Жусан иісі хикаясы. Жанры проза, оның ішінде хикая. Бұл хикаяның тақырыбы Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы ауыртпалықты суреттейтін шығарма. Әңгімедегі оқиға болған елді мекен Ешкөлмес деген қоңыр таудың етегі. Әңгімедегі прототип, Аянның прототипі бар, құрметті оқушылар. Ол ауылда тобығы тайғандықтан аяғын қисаңдатып сәл ішіне басатын Ұзақбай деген бала. Сол баланың тағдыры осы шығармаға арқау болған екен. Бұл шығармадағы кейіпкерлер Аян, бұл жердегі эпикалық образ, Иманжанов, Есікбай, Тұржан, Бапай мен кемпірі, Қосым және Асылбек. Енді олай болса, қымбатты оқушы, әңгіменің сюжетіне көшетін болсақ, бір қысқаша сюжетін дайындап қойдым. Яғни әңгіме қалай басталады? 1942 жылдың жазында Аян әжесімен Ешкөлмес ауылына жамағайын туыстарын сағалап көшіп келеді. Анасы қайтыс болған, әкесі соғыста. Ауылға көшіп келгеннен соң Аян ауыл балаларымен танысады. Аянды ең бірінші Садық деген бала байқап қалады. Аянды ауыл балалары жылы қарсы алады. Есікбай Аянға тиіседі. Аянды менсіңкіремей бірнеше рет сілекейін Аянға жағады. Шыдамы таусылған Аян Есікбайды сайға төбелесуге шақырады.
Аян Есікбайдың қолын бұрап жіберіп жеңіске жетеді. Осы төбелестен кейін Аянға ешкім тиіспейтін болады. Күзде Аян ауыл балаларымен бірінші классқа барады. Мектептегі мұғалімі Иманжанов. Аян тезірек хаттануды армандайды, өйткені бар арманы майдандағы көкесіне хат жазу. Арманы орындалып, Аян көкесіне хат жазып үйренеді. Майдандағы аға әкелеріне хат жазуға ауыл балаларына да көмектеседі. Ауыл балаларына хат танытқан Иманжанов ауыр науқасқа шалдығады. Балалардың оқуда соған байланысты тоқтап қалады. Аян өрістен малын қайырып келе жатып, қасқа бұзауға мінемін деп тобығын тайдырып алады. Содан бастап Аянның тобығы тайғыш болады. Аянның әжесі қайтыс болады. Аян қиналған сәтін білдірмейді. Сол күні ертеде бір жетім бала бопты деп ауыл балаларына ертегі айтып береді. Аян енді Бапай деген шалдың үйіне көшеді. Аянның түсіне көкесі кіреді. Ертегі қызығына беріліп отырғанда шетте отырған бала шылымын сөндірмей, содан сабан тұтанып өрт шығады. Қатыгез мейірімсіз бригадир Тұржан Аянды аяусыз соққыға жығады. Ауыл адамдары өртті сөндіреді. Аян ағасының соғыстан оралатынына сенеді. Ағам келгенде Тұржаннан өш алатынына бала көңілі үміттенеді. Аян Асылбек сынықшыға барып тобығын салдырады. Асылбек қойдың майымен әбден уқалап, сылап тобығын салып береді. Көктем шыға колхоз жұмысына араласа жүріп, өгіз жеккен соқамен жұмыс жасай жүріп, Аянның тобығы өгізден домалап түскенде тағы да таяды. Қиналған сәтте ағасын ойлап, оның күртешесін бір иіскеп, жусан иісі мұрнына келетін. Сол сәтте барлық қиындықтан сөзсіз шығатын сияқты болатын. Жазды күні Аянға қаралы хабар келеді. Ол қаралы қағазды ежелеп оқып, төрт бүктеп қалтасына салады. Ат қораның қараңғы бұрышына барып, солқылдап жылап алады. Бапай мен кемпірі Аянды балалар үйіне жібереді. Әжесінен қалған қоңыр сиыры Бапайда қалады. Үлкен жігіт боп келгенде сиырды өсіммен өзіңе тапсырамыз деп кемпір сендіреді. Аян ауыл балаларымен қоштасып, барлығына хат жазып тұрамын деп сөз береді. Осымен оқушы осы жусан иісі хикаясының сюжеті осы. Олай болса, қымбатты оқушы, бірінші тапсырма шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтаңдар. Яғни, мына кестені толтырасыздар, жанры, фабуласы, сюжеті. Бірінші тапсырманың бағалау критерийі жанрын анықтайды 1 балл, фабуласын анықтайды 3 балл, сюжетін анықтайды 3 балл. Енді білгенің жөн, айдары бойынша фабула дегеніміз балалар, бұл хронологиялық тәртіппен орналасқан оқиғалар тізбегі. Ал сюжет болса, бұл автор баяндаған тәртіппен орналасқан оқиғалар тізбегі. Яғни қымбатты оқушы, сюжетті егер автор баяндаған тәртіппен оқиғалар тізбегі болса, фабула керісінше біз хронологиялық тәртіппен орналасқан оқиғалар тізбегі. Яғни кейбір шығармаларда фабула мен сюжеті бір-біріне реті сәйкес келмеуі мүмкін, е? Олай болса, іске сәт, қымбатты оқушы, бірінші тапсырманы орындау сізге қиындық тудырмайды деген сенімдемін. Алдында мен сіздерге осы жусан иісі несінің хикаясының толық сюжетін баяндап берген болатынмын. Олай болса, қымбатты оқушы, екінші тапсырма, яғни бұл жердегі тапсырма, көп нүктенің орнына қажет сөздерді жаз. Мына жерде жусан иісі хикаясынан үзінді берілді. Осы мына жерде берілген үзіндіде көп нүктенің орнына сіздер сол қажетті тиісті сөздерді жазуларыңыз керек. Яғни бұл жердегі бағалау критерийі көп нүктенің орнына қажетті сөздер жазады.
Бұл тапсырма 3 балдың тапсырмасы. Олай болса, қымбатты оқушы, тапсырма сіздерге қиындық тудырмайды деген сенімдемін. Іске сәт. Құрметті оқушы, осымен сабағымыз аяқталды. Рефлексия әдеттегідей, егер тапсырма сізге түсінікті әрі қызықты болса, лайк басады деген сенімдемін. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Кездескенше күн жақсы болсын. Аман болыңыздар.